Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын алдымен шаттық шеңберін құрып, бір-бірімізге сәттілік тілеп алайық. Орнымызда тұра қоямыз. Енді балалар, бүгінгі сабағымызда алдымен үй тапсырмасына мына сұрақтар арқылы тексеріп алайық. Атмосфералық қысымның пайда болу себебі неде? Айта қой біздер. Атмосфера ол ауа қабаты, сондықтан бізге түскен қысымды біз басқа денелерге де жібере аламыз. Атмосфера бірнеше қабаттан тұрады. Ауырлық күшінің әрекетімен оның жоғарғы қабаттары төменгі қабаттарына қысым түсіреді. Атмосфера газ, сондықтан ол Паскаль заңы бойынша өзіне түскен қысымды барлық бағытта таратады. Соның салдарынан жер бетіне және ондағы барлық денелерге атмосфералық қысым түсіріледі. Атмосфералық қысым осылай пайда болады. Рахмет. Келесі сұрақ. Адам неліктен атмосфералық қысымға төзіп шыдайды деген сұрақ тұр. Ал қайсыны жауап береміз? Айта ғой. Атмосфералық қысым адам денесінің ауданына тегістікті түрлері, сондықтан байқалмайды. Әйтпесе бір нүктеге түссе, ол адам өміріне үлкен қауіпті қысым. Дұрыс айтасың. Атмосфералық қысым ол өте үлкен шамада болады. Біз аудан азайған сайын сол жерге қысым көп түсетінін білеміз. Ал біздің адам денесіне түсетін қысым ол тек қана бір жерге ғана түсетін болса, ол адамға өте қауіпті болады. Ол жерде тесіп өтіп кетуі мүмкін. Ал біздің денеміздің бәріне өн бойымызға тарайтын болғандықтан, түсетін болғандықтан бүкіл ол біз сезілмейді. Ал келесі сұрақ, атмосфералық қысымның өлшемдерін не алынған? Кім жауап береді? Жанет, айта ғой. Атмосфералық қысымды сынап бағанының бірлігі ретінде 1 мм сынап бағаны алады. 1 мм сынап бағаны тең болады 133,3 паскаль, тең болады 1,33 гигапаскаль. Немесе 1,133 гектопаскаль болар еді. Сонда көрдіңіздер ме? Атмосфералық қысым, қалыпты атмосфералық қысым деген өте үлкен шама екен. 133,3 паскаль деген ол өте үлкен қысым. Жақсы отыра ғой. Енді сонымен үй тапсырмасынан біздер деген азғандай сұрақтарменен есімізге түсіріп алдық. Ал енді бүгінгі тапсырмамыз, бүгінгі тақырыбымыз мынандай. Манометрлер мен сорғылар. Дәптерлерімді ашып, бүгінгі үй тапсырмасын, бүгінгі жаңа тақырыпты жазып ала қойыңыздар. Біз бұл тақырыпта жететін біздің сабағымыздың мақсаты манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін салыстырып сипаттауымыз керек. Яғни біз атмосфералық қысымды біле отырып, осы атмосфералық қысымға негізделген құралдарменен соны бақылап, зерттеп, өлшейтін құралдардың жұмыс істеу принципімен танысамыз. Ол үшін қазір сіздер балалар топта отырсыздар, бірақ сіздердің топтарыңыздың әзірше аты жоқ. Мен сіздерге мынандай 3 түрлі пазл беремін. Сол пазлды шетімізден таңдап алғанда, араластырып міне 3 түрлі пазл тұр, 3 түрлі түстегі. Сонда сіздердің топтарыңыздың аты шығады. Және ол топтың пазлды құрастырғанда бір сурет шығу керек қой енді. Сол суреттен таңдай қой. Сол суреттен біз сол суреттің соңындағы сұрақтарға жауап дайындаймыз. Ол үшін пазлдарыңызды құрыңыздар. Қандай сурет шыққан? Қараңыздар. Сіздерде қандай сурет? Ненің сурет шықты? Сұйық манометрлер. Және балалар тағы да ескерте кетейін. Сіздердің бүгінгі жұмыстарыңызға көмекші мына жерде әртүрлі физикалық құралдар тұр. Соның ішінен өздеріңіздің тақырыптарыңызға, аттарына сай келетін құралды алып, соның жұмыс істеу принципін бізге көрсетуге жинақтап алуларыңызға болады. Сол құрылғыны көрсетіп тұрып, ол не құрылғы екенін түсіндіріп, сыныптастарына үйретуге дәлелдеп бересіздер. Ал жұмысты бастай қойыңыздар.
Сіздерге металл манометр бердік. Металл манометрдің құрылысын түсіндіресіздер. Әр бөлігі неден тұрады? Айналада тұрған бүкіл сіздерге арналған мәліметтер бар. Алдарыңызда мынандай карталар бар, тақтада плакат бар, немесе мына жерде құрылғылар тұр әртүрлі. Соны пайда. Сіздерде сорғылар тобы, сорғылар шықты мына жерде айналады. Сіздерде сұйық манометр. Металл манометрдің құрылысы. Қай жерде қолданған құрылысы не? Құрылысы бір деген не, екі деген не, аттарын, сосын қай жерде қолданған? Сорғы қандай түрде? Қандай түрде? Су сорғысы, ауа сорғысы, соларды бәрін айтасың. Тағы сорғыға ұқсайтын медициналық сорғылар. Шприц, соның бәрін. Түгел соның мәліметті тез-тез шығарып өңірге. Сіздерде сұйық манометрдің несін жаз, құрылысын жаз, неден тұрады? Мына жерде бар ма металл манометр? Сендерде сорғы бар ма мына жерде? Тек біреу. Аннaki, қайсысы сен? Енді осы құрылғының несін түсіндіресіңдер. Неге сұйық манометр деп соған баса назар аударыңыздар. Және бұл қысымды өлшейді ме? Әлде осы қысымды өлшеуге атмосфера қысымның принципіне негізделіп жасалған құрылғы ма? Соны да ұмытпаңыздар. Әрқайсымыздың жауабымызды тыңдап алынған мәліметті дәптерге түсіретіндей болып отырайық. Ал, дайынбыздар? Ал, болды. 1, 2, 3. Қаламсамызды тастаймыз, енді тыңдаймыз бір-бірімізді. Бірінші, сұйық манометр тобынан бастайық. Ал, жақсы. Сұйық манометр туралы бізге таныстырады. Мадина таныстырады. Сұйық манометр құрылысы. Астында өлшеуге арналған Маносирек метр өлшемі деген мағынаны береді. Қарапайым манометр ішіне сұйық құйылған алтынның уай көп ішінде шыны түтіктен тұрады. Шыны түтіктен тұрады. Сұйық ретінде су, спирт, май қолданылады. Түтіктің бір тармағы резеңке түтікшемен жалғасады. Екі ұшы да ашық болса, сұйық бір деңгейде болады. Бұл сұйық манометр туралы. Ал енді сорғы туралы. Сорғылар тобы. Таныстырады? Және таныстырады. Сорғылардың үш түрі бар, және басқа жерлер бар. Су сорғысы, ол ауа сорғысы және медициналық сорғы, яғни шприц. Су сорғысы туралы бірінші бөлігімен екіншісі. Су сорғысы жоғары төмен алма кезек тығыз жылжи алады. Үшінші цилиндрдің төменгі бөлігімен поршенге қақпақшалар орнатылады. Төртіншісі поршен жоғары қозғалғанда құдықтағы су атмосфералық қысымның әрекетінен құбыр бойымен көтеріліп төменгі қақпақшаны ашады да су поршеннің астындағы цилиндрге ентігеді. Бесіншісі, поршен төмен түскенде оның астындағы су төменгі қақпақшаны басып жабады. Осы кезде судың түсіретін қысымынан поршендегі қақпақша ашылады да су жоғары көтеріліп шүмек арқылы сыртқа құйылады. Сұйықтықтың газы немесе буды өлшеу үшін
Қысым өлшемесі осы манометр қолданылады. 18 жылы француз ғалымы Бурден ойлап тапты. Сондықтан оны Бурден манометр деп атайды. Бұның құрылысы ең бірінші меңзер құрылады. Енді бұл қай жерде де қолданады. Сонда біз металл манометрді не үшін қолданатын болдық? Сұрағында. Көбіне сұйықтың газын бутыл қысымын өлшеуге қолданады. Неге біз сұйық манометрді қолдана бермедік? Сұйық манометрді неге қолдана бермедік? Бірінші сұйық манометр құрастырылды. Соны алдық. Себебі олар не қиратеді? Сұйық қиrat, сосын ол қауіпті болып, төгіліп қалады. Төгілгеннен бұрын ішіне не құятын болды? Сынап құятын болды. Сынаптың буын пайдаланады. Ал сынаптың буы ол адамның денсаулығына зиянды. Сондықтан біз оны кішкене адам өміріне қауіпсіз болу үшін металл манометрлерді шығаруға талпынды. Осылай Бурден металл манометрді құрастырып шығарған екен. Мынау металл манометрдің мектепшілік үлгісі, мектепте лабораторияда қолданылатын моделі. Металл манометрдің басқа мынандай да түрлері бар, мынандай да манометр бар, мынандай да қысымды өлшеуге арналған құралдарды ол әртүрлі зертханалық жұмыстарға арналған неше түрлі түрлері өзгеріп жатыр. Жақсы, рахмет. Жауаптарыңызға, біріміздің жауабымызға қанағаттандық па балдар? Рахмет. Енді келесі біздің осы мына дискрипторға жеттік па? Манометр мен сорғылардың жұмыс істеу қалай жұмыс атқаратынын, құрылғысын, негізгі бөлшектердің атауларымен таныстық па? Енді және сол манометр мен сорғылар туралы жалпы ақпараттарды жинадық, Енді мынандай сәйкестендіру кестесін орындай қойып. Көрініп тұр ма барлығыңызға? Сұрақтары мынандай. Бірінші, манометр, Бурден манометрі, спигул манометр, сорғы немесе насос, су сорғысы тұр. Ал мына жерде жауаптары ретсіз орналасқан. Біз соны өзінің ретіменен. Жауабы қайсысы? Абысыды Е деген 5 жауапты, соның қайсына келетінін айтуымыз керек. Бірінші сұрақтың қайда қойып? Перизат, оны. Бірінші сұрақ бастамасы. Манометр табиғат пен техникада қысым атмосфералық қысымнан жоғары жеткізілуіне болатын процестерді бақылайды. Перизаттың жауабына қанағаттанамыз ба, достар? Манометр дейді, манометрлер деген Д жауабы дейді. Табиғат пен техникада қысым атмосфералық қысымнан жоғары немесе төмен болатын процестерді бақылайды. Қысымды техникада қысымды атмосфералық қысымнан жоғары ма, төмен ба, соны анықтау үшін. Ал жерде отырауға жақсы рахмет. Спигул манометр деген не нәрсе бар? Ол біздің күнделікті тұрмыста аты қалай еді, біздің өзіміз білетін. Не деп атаймыз біз оны? Қан қысымы, адамның қан қысымын өлшеуге медицинада қолданылады. Немесе бір сөзбен не деп атайтын едік? Тонометр деп атайтын едік. Бұл тонометр екен, сонда бізде тонометр деп айтып үйрендік қой. Ал енді Бурден манометр қайсысы? Айта ғой, Мадина? А жауабы. Бурден манометр А жауабы. Техникада көбінесе сұйықтың газы немесе Бурден қысымын өлшеу үшін қолданылады. Оны 1948 жылы француз ғалымы Бурден ойлап тапқан. Сондықтан бұл оны манометрдің атын Бурден деп, сол ғалымның атына құрметіне берген екен. Келесі
метр е адамның қан айналысының жүйесіндегі қысымды өлшеу үшін қолданылады. Рахмет, дұрыс қой жауабы. Рахмет. Ал сорғы немесе насос қайсысы? Айта қой. С жауабы. Айта қой. Рахмет. Топқа велосипед камераларының ауа толтыруға арналған құрылғы. Я, ол сорғы немесе насосты біз қарапайым допқа, велосипед камерасына біздер білеміз ғой, өзімізді ойнап жүрген нәрселерге. Соларда ішіне ауаны толтыру үшін алынған. Ал су сорғысы деген не болды? Айта ғой. Даусын шығарып, я? Айта ғой, оқиғы дауыс. Суды құбыр арқылы көтеруге арналған. Құдықтағы тереңде жатқан суды, артезиан су болсын, жер асты су болсын, ол тіпті мұнайды да көтеруге арналған, я? Мұнайды жердің астында ол тереңдікте. Соны жоғарыға көтеру үшін біз осы су сорғысын пайдаланамыз. Су сорғысы емес, ол жерде енді мұнай болғаннан кейін сорғының үлкен түрлерін пайдаланамыз. Жалпы сұйықтықты көтеретін. Ол тереңде жатқан сұйықты жоғарыға көтерілген арналған құрал екен. Рахмет. Жауаптарыңызға сабақтар қандай нәтиже алдық? Өзің қандай деңгейде тұрсың, соны кері байласып бере қойыңыздар. Онда күншелерге барып белгілей қойыңыздар. Аздап қиналғаның бар ма? Тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Алдыңызға берген тапсырманы, әлде тапсырманы мүлдем орындамай дым түсінбегендеріңіз бар ма? Қайсысына екен алып барып мұндағы неге қағазшаға тапсыра қойыңыздар. Үй тапсырмасын жазып ала қойыңыздар. Күнделіктеріңізге 28 параграфты оқып, және әлі де сорғыларменен сосын манометрдің, барометрдің түрлеріне әлі де эссе жазып, слайдтар дайындап, презентация дайындап келіп бізге біз білмейтін басқа түрлерін, жаңа қазіргі электрондық түрлерін бізге әкеліп таныстыруға болады. Құрылғыларын әкеліп слайдтарын көрсетуге болады. Сабақ аяқталды. Рахмет.